Бүгін сіздермен стакандағы десерт тәттісін дайындаймыз. 2 жұмыртқаны миксерлейміз, үстіне шекер қоса. Аппақ болып, дәл осылай көтерілу керек. Одан кейін майды ертеміз, кәдімгі сары майды, сүт, ұн, қопсытқыш какао үшеуін електен өткізіп араластырып, үстіне қосасыздар, жақсылап біріктіреміз. Табамызға салып, 180-170 градуста пісіріп аласыздар. Кремін құрамын астына жаза кетемін, тек қана миксерлейсіздер. Стаканның ең астына крем, одан кейін крошка. Бисквитімізді езіп аласыздар. Арасына кез келген жемістерді қоссаңыздар болады, тек қана банан қоссаңыздар да болады. Мен вареная сгущенка қолдандым, начинка ретінде. Ең бетіне шоколадты ертіп құясыздар сливкемен. Дайындап көріңіздер, өте дәмді болды.